Мен 3 жалпы орта білім беретін мектептің 8 А сынып оқушысы Тұрсынбай Алтынай. Мен өзімнің жетекшім Елемесова Жаннамен бірлеп жасаған жұмысымыз, ғылыми жобамыз отбасылық қаржыны үнемдеу жолдары. Адаптация, қаржы қатынастары бұл мемлекеттің, кәсіпорындардың және азаматтардың қажеттіліктермен қамтамасыз ету мақсатында ақша қаражатын қалыптастырумен, бөлумен және пайдаланумен байланысты субъектілер арасындағы экономикалық қатынастар. Қаржылық қатынастардың сипаты мен мазмұны ақша қатынастардың сипатымен анықталады. Негізгі функция кірістер мен шығыстарды теңестіру. Өйткені егерде шығыстар кірістерге қарағанда көбейтін болса, отбасы қиын жағдайға тап болады. Бюджет сонымен қатар шектеулер немесе бақылау функциясын орындайды. Өйткені ол сізге қанша ақша жұмсауға болатындығын туралы ойлануға мәжбүр етеді. Ғылыми жобада отбасылық бюджет қарастырылады. Бүгінгі ғылыми жобамыздың өзектілігі ақша жинақ отбасы бюджетті үнемдеу кез келгеннің қолына келе бермейді. Қазіргі уақытта қымбатшылық заманында отбасы бюджетін үнемдеп, болашаққа ақша жинау тәсілдері көбісі біле бермейтіндіктен осы ғылыми жобаны зерттеуді таңдадым. Бүгінгі ғылыми жобамыздың мақсаты ақша жинау үшін отбасылық бюджетті тиімді басқарудың жолдарын қарастыру. Бүгінгі міндеттеріміз отбасы бюджеті туралы ақпараттарды жинақтау, отбасылық бюджетті талдау, ақшаны қалай жұмсау керектігін қарастыру, отбасылық бюджет жоспарын жасау. Зерттеу объектісі отбасылық бюджет. Зерттеудің ғылыми жаңалығы мектеп жасындағы отбасылық бюджетті жоспарлау және де үнемдеуді үйрену, және оны үйренудің маңыздылығын сыныптастарына пайымдау. Отбасы бюджеті. Отбасы кірісі мен шығысын есептей отырып жасалған қаржылық жоспар, қаржы жоспары дұрыс құру мен нақты орындау отбасы мүшелеріне тікелей қатысты. Мамандар отбасы қаржылық жоспарын құру сіз таңдаған бюджет түріне байланысты екенін айтады. Яғни, алдымен бюджет түрін анықтап алған дұрыс. Оған төмендегі 3 категория кіреді. Біріншісі бірлескен отбасылық бюджет, екіншісі бөлек отбасылық бюджет, ал үшіншісі араласқан отбасылық бюджет. Отбасылық бюджетті басқару. Отбасылық бюджеттің дұрыс жоспарды алу үшін әуелі отбасының табыс көздері мен мөлшерін анықтау керек. Одан кейін отбасының бір айлық кіріс шығысы кестесін дайындау керек. Бұл кестеде киім-кешек, отын, көмір, машинаның дөңгелегі секілді маусымдық шығындар, жаңартылуы керек жиһаз, жөндеу жұмыстары, көңіл көтеру керек іс-шара шығындары секілді қосымша шығындар жазылуы тиіс. Кесте дайын болғаннан кейін айлық табысыңыз шығындарыңыз жетіп-жетпейтінін байқай аласыз. Егер табысыңыз шығындары жабуға жетпей жатса, қажеттіліктеріңіздің маңыздылығы мен жеделдігіне қарай деп бет жазамыз да, сол тізім бойынша ақшамызды жұмсаймыз. Бөліп қойған бұл арнайы қорымыз күтпеген қиындықтар туындаған жағдайда бізге үлкен көмегін тигізеді. Ақша жұмсау барысында кестеде белгіленген мөлшерде аз жұмсалған жағдайда оны толтыруға тырысудың қажеті жоқ. Мысалы, азық-түлікке 20 мың теңге ақша бөлдік, бірақ азық-түлікке 17 мың теңге ғана жұмсалса, қалған 3 мың теңгені де жұмсауға міндеттімін деп ойламауымыз керек. Артылған ақшаны келесі айға қосуға, басқа маңызды бір қажеттіліктерді жабуға, немесе арнайы қорымызға қосып қоюымызға болады. Біздегі соңғы кездері несие алудың оңайлануы 0% несие мүмкіндіктерін көптеген отбасылардың отбасылық бюджеттеріне кері әсерін тигізуде. Банктер осындай мүмкіндік берді екенде, мен өзімде сол мүмкіндіктерді пайдалануға міндеттімін деп сезінбеуіміз керек. Тек қана қажеттілік туындаған жағдайда ол мүмкіндіктерді қарастырғанымыз жөн. Егер ол мүмкіндіктер бізге ысыраптың есігін ашатын болса, ертең банктерге тәуелді қолға айналуымыз әбден мүмкін. Бұл қолдық біздің отбасымыздың шырқын бұзып, шаңырағымыздың шарқылуына дейін апаруы мүмкін. Ал отбасы бюджетіндегі айтарлықтай үнемдегіңіз келсе, онда киімдеріңізді бөліп үтіктемей, барлығын бірге үтіктеңіз. Ыдыс-аяқты да бөліп жумай, барлығын бірге жуыңыз. Жуынғанда судың ағысынан байланатын арнайы құралғы табыңыз. Азық-түлік аларда арзан алу үшін арнайы дүкендерге баруға ерінбеңіз. Супермаркеттерге барарда алдын ала тізім жасап, тек қана дайындаған тізім бойынша сауда жасаңыз. Отбасылық бюджеттің түрлері мен үнемдеудің жолдары. Дәстүрлі түрде бюджеттің 3 түрі бар деп саналады: бірлескен жеке және де жеке бюджет. Бюджеттің түрін таңдауда отбасы мүшелерінің барлығының пікірі ескерілуі тиіс. Әйтпесе кикілжіңдер туындауы мүмкін. Отбасылық бюджеттердің ең кең тараған түріне бірлескен түрі жатады. Себебі отбасылық бюджеттің бұл түрін әдетте табысы тең болмаса да, зайыбы жартылай немесе жартылай күйеуінің асырауында болатын жұптар пайдаланады. Мұндайда ерлі-зайыптылар қолда бар соманы қалай жұмсау керектігін бірігіп шешеді, және де келесі шығындарын талқылап, бюджетті бірлесіп жоспарлайды. Жеке бюджет түрінде ерлі-зайыптылар келісінше бюджеттерін дербес түрде қарастырады. Бюджеттің бірлескен жеке түрінде ерлі-зайыптылар үй шығындарын бірге көтереді, бірақ одан қалған ақшаларын әркім өзінше жұмсайды.
Тағы бір пайдалы кеңес, кез келген табысыңыздың не болмаса 20% сақтап қойыңыз. Сіз осылайша өз тұрақтандыру қорыңызды немесе қарапайым тілмен айтқанда ақша қорын жинақтайсыз. Бұл соманы мысал үшін депозитке сала отырып, сіз біріншіден күтпеген шығындар туындаған кезде өз қаржылық қауіпсіздігіңізді қамтамасыз етесіз. Екіншіден, бұл ақшалар енді өз бетінше жұмыс жасап, сізге өз пайдасын тигізетін болады. Келесі біздегі жеке қаржылық жоспар дегеніміз адамның неге және қандай жолмен қол жеткізгісі келетіндігі. Бізде мысалы отбасы бюджетін талдау. Жоспар құру үшін кірістер мен шығыстардың көздерін талдау қажет. Қазан айындағы отбасылық бюджетіміз. Біздің кірістер әкенің жалақысы 100 мың, ананың жалақысы 150 мың, әлеуметтік жәрдемақы және қосымша табыс жоқ. Біздегі барша кірістер 250 мыңды құрайды. Ал шығыстарға келсек, азық-түлікке 80 мың, шаруашылық заттарға 40 мың, дәрі-дәрмекке 40 мың, коммуналдық төлемдерге 30 мың, ұялы телефон байланысына 10 мың, күнделікті жұмсалатын ақшаға 20 мың, көлікке кететін ақшаға 250 мың теңге кетті. Сонда біз қанша ақша табамыз, сонша ақша жұмсайтынымыз анықталады. Көбінесе біз тікелей немесе жасырын жарнаманың әсерінен көптеген заттарды керексіз болса да сатып аламыз. Дүкенге барғанда аналарымыз намен қоса қосымша заттар алады. Сол секілді мен осы ғылыми жобада екі отбасын зерттедім. Беновтардың жанұясы және Адванттың отбасы. Супермаркетке азық-түлік пен түрлі тұрмыстық заттарды алады. Әдетте олар апта бойы сатып алулар жасап, шамамен 20 мың 30 мың теңге жұмсайды. Бүгін сатып алып жатқан азық-түлік, тұрмыстық химия және басқа да тауарларды орналастырып жатқан Беновтар мұнайны анықтады. Тіс пастасы, қашықтан басқару пультінің батареялары жұмыс жасамайды, май бөлме жоқ, картоп, қажетсіз сатып алынған ол кезде 2 килограмм қызанақ. Бұрынғы сатып алудан қалған қызанақ бар екені анықталды. Сақтау мерзімі қысқа йогурттардың 4 пакеті. Науқанға арналған бөлме гүлдері. Сіз 2 сатып аласыз, үшіншісі сыйлыққа. Белгілі бір болғандай олардың қоятын жер жоқ. Әдеттегіден 15 мың теңге артық жұмсалды. Және тіс пастасы мен майды алып ұмытып кеткен. Бүгін сатып алынған азық-түлікке тұрмыстық химиялық және басқа тауарларды орналастырып жатқан Адванттың мұнайны анықтады. Жоспарланғанның барлығын алды. Макарон өнімдері және қант пен күріш сатып алуда акция пайдаланды. Келесі аптада сол тауарларын жинап сатып алу үшін өз ақшасын қажет болады. Тұрақты өнімдерді сатып алу есебінен. Адванттың отбасы сатып алудан қалай үнемдеуге болады туралы бізге бірнеше кеңес берген болатын. Бірінші кеңес шығындарды алдын ала жоспарлаңыз. Екінші кеңес барлық сатып алуларды кітапшаға жазыңыз. Үшінші кеңес тауарды бірінші қолжетімді жерден сатып алмаңыз. Дүкеннен түбіртек алуды ұмытпаңыз. Себебі тауарлардың көпшілігі 2 апта ішінде чек арқылы қайтарылуы мүмкін. Сонымен қатар, басқа адамдардың қателіктерін қайталамас үшін үлкен сатып алуды жасамас бұрын өзіңізге 3 сұрақ қойыңыз. Бірінші сұрақ, маған бұл нәрсе керек пе? Дұрыс жауапты таңдау үшін бір жақсы сынақ бар. Бұл затты тағы да бір апта өмір сүрсеңіз, содан кейін сатып алу мәселесіне оралыңыз. Егер жауап иә болатын болса, онда сіз жұмсаған ақшаға өкінбейсіз. Ал екінші сұрақ, бізде бұл зат қанша тұрады? Заттың құны тек сатып алуда көрінетін оның бағасынан ғана тұра алмайды. Бұл сондай-ақ есептеуге болатын және есептелуі керек техникалық қызмет көрсету құны. Мысалы, скутер жағдайында оның отын шығынын бөліп, муазелі мен жүгірісіне байланысты техникалық қызмет көрсету құнын бағалау керек. Үшінші сұрақ, ол бізде бұл затты кейінірек қаншалықты оңай сатуға болады. Егер зат уақыт өте келе аздап құнын жоғалтса және оған сатып алушы оңай болса, онда сатып алған кезде сізде ақшаны ысырап ету қаупі аз болады. Ең болмағанда жұмсаған ақшаның 1%-ін қайтарып ала аласыз. Бұл үш сұрақ қаржылық аяуқат үшін қиын күрестің бастамасы ғана. Әркім отбасы сұрақтарымен өз сұрақтарымен толықтыра алады. Бұл қажетті сатып алуларды болдырмауға көмектеседі. Қараша айындағы біздің отбасылық бюджетіміз. Көріп тұрғандарыңыздай, кірістерге әкенің жалақысы 100 мың, ал ананың жалақысы 150 мың. Әлеуметтік жәрдемақы мен қосымша табыс жоқ. Барша қорытынды ақша 250 мың. Шығыстарға азық-түлікке 70 мың, шаруашылық заттарға 30 мың, дәрі-дәрмекке 30 мың, коммуналдық төлемдерге 30 мың, ұялы телефон бағасына 7 мың, күнделікті жұмсалатын ақшаға 10 мың, көлікке кететін ақша 20 мың. Барлығын қосқанда 197 мың теңгені құрайды. Біздің отбасылық бюджетімізде 53 мыңдай теңге қалды. Бұл ақшаны біз пайызбен банкке депозит салатын боламыз. Қорытындылай келе, сонымен мен өзімнің отбасылық бюджетімді зерттедім, гипотезаны растадым. Және де егер сіз бюджетті дұрыс құрсаңыз, ақша үнемдей аласыз. Осы зерттеудің нәтижесінде мен математикалық білу отбасы қорын ұтымды жоспарлауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар мен ай сайын атынан жұмсап жатырған коммуналдық қағаздармен қалай жұмыс жасауға болатынын ұқтым. Қарастырған кіріс пен шығыстарды тұтынатын заттарды диаграммаға салуды үйрендім.
Назар қойып.